Орталық Азия одағы құрылама. Орталық Азия соңғы 10 жылдықта қайтадан әлем назарындағы стратегиялық аймаққа айналды. Әлемдік державалардың арасындағы бәсекелестік күшейген сайын, Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Түркіменстан арасында интеграция идеясы жиі көтеріле бастады. Көпшілікті алаңдататын сұрақ: Орталық Азия одағы шынымен құрылуы мүмкін бе? Құрылса, оның қуаты қандай болады? Экономикалық қуат. Одақ құрылатын болса, оның жалпы ішкі өнімі шамамен 430-450 миллиард долларды құрайды. Бұл әлемнің ең жылдам дамып келе жатқан экономикалық аймақтарының біріне айнала алады. Қазақстан энергия, уран және мұнай газ секторы арқылы негізгі донор болар еді. Өзбекстан өндіріс, ауыл шаруашылығы және сандық экономика саласында ірі орталыққа айналады. Қырғызстан мен Тәжікстан су энергетикалық ресурстарды қамтамасыз етеді. Ал Түркіменстан газ қоры арқылы одақтың энергетикалық салмағын өсіреді. Егер бұл елдер бір экономикалық кеңістік құрса, ортақ нарық пен шекарасыз сауда өңірдің ішкі айналымын бірнеше есе арттыра алады. Батыс Қытай, Батыс Еуропа дәлізі, Транскаспий бағыты, Тәжікстан, Ауғанстан арқылы өтетін жолдар одақты Еуразиядағы ең маңызды логистикалық орталыққа айналдырады. Халық саны және демография. 5 елдің халқы 75-80 миллионнан асады. Оның 60% жастар. Бұл еңбек ресурсы мол, өсім әлеуеті жоғары аймақ деген сөз. Демографиялық жағынан мұндай одақ Түркия, Германия, Франция сияқты елдерден асып түсіп, әлемдегі ең ірі 20 халық саны бар аймақтардың қатарына кіре алады. Жер көлемі және ресурстар одақтың жер аумағы 4 миллион шаршы шақырымнан асады. Бұл Еуропаның аумағына жуық. Мұнда әлемдік маңызы бар табиғи байлықтар өте көп. Қазақстан мен Түркіменстанда мұнай мол. Түркіменстан газ қоры бойынша әлемдегі ең ірі елдердің бірі. Қазақстан уран қоры бойынша дүние жүзінде бірінші орында. Қазақстан мен Өзбекстан сирек металдарға бай. Қырғызстан мен Тәжікстан гидроэнергия жағынан алдыңғы қатарда. Осының бәрін бір орталықтан басқарса, одақ әлемдік энергетикалық саясатта ықпалды күшке айналады. Әскери қуат. 5 елдің әскері біріктірілсе, шамамен 900 мыңға жуық әскери персонал шығады. Қазақстан мен Өзбекстан аймақтағы ең қуатты армияларға ие. Соңғы жылдары Түркиядан алынған дрондар, заманауи байланыс жүйелері және жаңа техникалар аймақтық деңгейде қауіпсіздікті күшейтіп жатыр. Қазақстанның кең даласы әуе қорғанысы үшін стратегиялық аймақ болып табылады. Тәжікстанның таулы жерлері табиғи қорғаныс қызметін атқарады. Каспий теңізі теңіз флотын күшейтуге мүмкіндік береді. Егер ортақ штаб құрылса, бұл одақ аймақтағы ең мықты әскери күштердің біріне айналуы мүмкін. Технология және даму. Қазақстан финтех пен цифрлық қызмет саласында көшбасшы. Өзбекстан аймақтағы ең белсенді ақпараттық технология парктерін ашып жатыр. Одақ құрылса, 80 миллиондық нарық пайда болып, аймақта өз технологиялық орталығын қалыптастыру мүмкіндігі туады. Геосаяси салмақ Орталық Азия интеграциясы жүзеге асса, бұл Ресей, Қытай, Түркия және батыс державалары арасындағы жаңа тепе-теңдік орталығын құра алады. Энергетика, транзит, уран, газ сияқты стратегиялық бағыттардың бәрі бір блоктың қолында болса, одақтың халықаралық салмағы күрт артады. Қорытынды Орталық Азия одағы қазір ресми түрде құрылған ұйым емес, бірақ әлеуеті өте жоғары аймақтық суперблок. Табиғи байлық, халық саны, геосаяси орналасу және әскери қуат бәрі де бірігуге қолайлы. Егер 5 ел өзара сенім мен саяси ерік көрсетсе, Орталық Азия одағы Еуразиядағы ең ықпалды орталықтардың біріне айнала алады. Осындай видеолар ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Бұл бізге жаңа видеолар шығаруға үлкен шабыт береді.